Сайрам аудандық филиалы жанынан құрылған Парасат пікірталас клубының кезекті отырысында медицина саласындағы кемшіліктер талқыға түсті. Жиынға қатысушылардың сөзінше ақ халаттылар COVID-19 дертімен күресеміз деп, өзгеде созылмалы аурумен ауыратындарға көңіл бөлінбей кеткенін алға тартады. Ал міндетті медициналық сақтандыру жүйесі бойынша тиісті қызмет тегін көрсетілмей жатыр деп шағымдануда. Сөздерінше, қорға тиісті төлем жасаған соң бір қатар медициналық қызмет тегін берілу қажет, алайда бұл ереже орындалмапты. Енді медицина саласында бұл мәселені көптеген айтып енді қазір медицинаға бірнәрсе айтудың өзі бір қиындау болып тұр. Бәрі жоқта пандемия деп біз барлық күшті сол ковидке жібердік, басқа мынаяқтағы аурулар, басқа денсаулықтар бұдан екінші категория болып қалып кетті. Мен өзім 4 аурумен есепте тұрамын. Сол енді уақытысында не аласың көмек, не уақытысында алмайсың көмек. Менің бұл жерден бір қартымын ашатын мәселе, біздің ауданымызда міндетті медицинаны сақтандыру қорының өкілі бар ма? Ол жерде бар ма соларды? Сол қордың адамы. Мен оны сұрап тұрғаным, қорды құрғанда заң қабылдаған кезде осыған мынанша ақша құяды, әрбір адам жұмыс істемейтін зейнеткер, оқушы, колледждер, мемлекет құяды бюджеттен. Ал енді кейін сол емделудің бәрі тегін болады. Дәрі-дәрмек тегін болады. Мына диагностика, томография, УЗИ деген бәрі тегін болады деп уәде болады. Қазір соны көрмедіңіз бе? Енді аудан тұрғындарына көрсетілетін медициналық қызмет сапасын арттыру үшін тиісті жұмыс іске асады дейді жауаптылар. Айта кетсек, пікірталас алаңында карантин талаптарын елемеген кәсіпкерлер жайлы да сөз қозғалды. Ауданда тұрғындар арасында той жиындарға бару әлі күнге дейін толастамай тұр. Тіпті мобильді топтар қақпадан емес, тойханаға сырт жақтан кіріп, жиын өткізген бір қатар отбасылардың ісін әшкерелеген. Мәселен, бүкіл елге жария болған таңғы 7-дегі Қарабұлақтағы той 150 адамды жиып ұланасыр қыз ұзату тойынан соң 15 тұрғын ауруханаға түсіпті. Соған қарамай тұрғындар арасында той жиындарға бару толастамайды. Жастардың жарасын асқынап бермек үшін өз бетінше емделу, денсаулығына немқұрайлы қарау, соңы қайғылы жағдай әкеліп соғатын мобильді топтар үздіксіз түсіндірумен оған құлақ аспай өз бетінше әрекеттенетіндер аз емес. Заманның болса тазалаушы деген сөзді тиегілген ауданның мобильді топтар көпшіліктің жиналуын тоқтатудың айла тәсілін жетік меңгеріп, той құдалық мерейтойлар тыйылмай тұрған ауылдарға дронмен шығу тәлімгерді. Клубтың келесі отырысында аудандағы қоғамдық келісім мен ұлтаралық татулықты нығайту мәселесі қарастырылмақ. Сайрам аудандағы Парасат пікірсайыс клубы өткен жылы бастау алған болатын. Нұр Отан партиясы жанынан құралған клубтың мақсаты еркін форматта пікір алмасып, әр азамат өз ойы мен ұсынысын ашық айтуға бағытталған.